Тағдырдың жарлығын білесіздер, өзгерілмейді. Пәндеде бір іс бар, жалығу деген. Ол тағдырда адаммен бірге жаратылған нәрсе. Оны адам өзі жора тапқан емес. Оған егер бір еліксе, адам баласының құтылмағы қиын. Қайраттанып сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның бір баласы байқаса, осы адам баласының жалықпайтұғын нәрсесі бар мекен? Тамақтан да, ойыннан да, күлкіден де, мақтаннан да, кербездіктен де, тойдан да, топтан да, қатыннан да көңілі аз ба, көп бе, жалығады. Аның үшін бәрінің қағын көреді, баянсызын біледі, көңілі бұрынғыдан да суй бастайды. Дүние бір қалыпты тұрмайды, адамның қуаты, ғұмыры бір қалыпты тұрмайды. Әр бір мақлұққа Құдай тағала бір қалыпты тұрмақты берген жоқ. Енді көңіл қайдан бір қалыпты тұра алады? Бірақ осы жалығу деген, әр нені көрем деген, көп көрген, дәмін, бағасын, бәрінің баянсызын біліп жеткен ойлы адамнан шығады. Хаттаки ғұмырдың баянсызын, дүниенің әр бір қызығының ақырының шолақтығын көрген білгендер тіршіліктен де жалықса болады. Бұлай болғанда ақымақтық, қайсыздық та бір ғанибет екен деп ойлаймын.